Так, мысалы сізде бір сайт бар. Міне мынандай сайт бар. Өзіңіздің компьютеріңізде веб-сервер аштыңыз. И мысалы дипломный работа болсын, любой бір проектті көрсету керек біреуге, да, мысалы. Ол бірақ алыста. Мысалы. Тезірек біреуге көрсету керек. Ол үшін мынандай бір сайт бар, PHP мен Apache мысалы, да. PHP мен Apache жұмыс жасап тұр. Сол серверді қосып қойдым компьютерде. Енді оны біреуге көрсету керек. Ол үшін ол адам мысалы басқа жерде, басқа қалада деген сияқты. Ол үшін бізге не керек? Мына жерде мысалы мынаны көру үшін мынандай сайттар бар, специально или міне тұр. Сол жаңағы сен локал хостыңды интернетке айналдырады. То есть интернетке доступен қылады. Ол үшін OpenSSH-ты қараймыз. Мына жерден былай скачать етсеңіз болады, ручной, да? Бүйтіп скачать етіп, мысалы Wintertest скачать етіп, сол жерде ssh.exe деп тұрады. Болмаса Windows-та пускты басамыз, параметры, сосын система, сосын дополнительные компоненты, сосын добавить компоненты, осы жерге ssh дейсіз. Сол кезде сервер емес, клиент OpenSSH-ты қондыру керекпіз. Мен уже қондырып қойдым, міне. Ол қайқа қондырады? Windows, ол мынандай папкаға қондырады. Windows жаңағы. Сол папкаға қондырады SSH exe дегенді. Енді осыны запускать етем. Неге? Сразу, да? Командный строканы ашам. Командный строканы ашу үшін тоже CMD дейм, поискке, да? И от имени администратора ашам. И осы жерге ставить етем, да, Enter басам. И мынандай QR-код шығады, сосын мынандай не ссылка шығады. Міне ссылка берді, міне. Мынандай ссылка болады. Алды мынандай көп цифрлар и арты мынандай. Осыны енді неге браузерге терем. Біреуге WhatsApp-қа или біреуге жібересіз осыны. Мына локал хостты ашып тұр. Осыны неге доступен қылып береді интернетке. То есть любой адам қарай алады осыны. Любой адамға берсеңіз болады. Бірақ ол временно, пока мынау қосылып тұр, мына қара көшкі тұр ғой, қосылып тұр ғой. Соны егер жауып тастасаңыз жасамай қалады. Заново уже мынау ссылка өзгеріп кетеді уже. Мынау жасамай қалады. Мысалы қараң, қазір мынаны бастым, енді жасады, көрдім, мысалы анада. Сосын мынаны жауып тастайсыңыз, мысалы жауып тастадыңыз. Міне жаптым. Енді мынау жасамай қалады. Жасамайды уже. Міне мынандай жазу шығады. Оны қайтадан дәл сол ссылкамен уже недоступен. Уже басқа ссылка болады қазір. Қайтадан мынаны копировать ете аласыз, өйстіп, да? Сосын жерге басасыз Enter. Бірақ уже ссылка басқа, манағына ұқсамайды, все равно жасамайды ол. Себебі новыйдан осы жерден копировать ету керексің. Одноразовый дейді осыған, одноразовый ссылка. Бұл көрсетуге өзің проектіңді WhatsApp-қа қайтадан жібересіз. Көрсетуге, мысалы, дипломный работа болсын, любой, осын көрсетуге арналған ссылка. Сіздің домашний компьютеріңізді, локал хостты, соны бәріне түгел мирға көрсету, мысалы, доступен болады осы ссылка арқылы. Келесі тоже сондай, дәл сондай. Келесі дәл сондай. Так, мынадан шығып кетем. Шықтым. Enter басам. Ол да тоже сондай, бірақ басқа уже оны ұзындау, домені басқа кішкене. Но он қазір недоступен. Так, міне келесі. Enter басам, міне шықты тағы да. Локал хосттан мынандай ссылкаға айналдырып берді. Через SSH арқылы. Через мынау сайт арқылы, сервер деген. Мынау пока қара көшкі қосылып тұр, мына сайт жасайды, значит. Егер мына қара көшкіні жауып тастаса, мына сайт жасамай қалады уже. Уже мынау өзгеріп кетеді. Временная ссылка дейді осыған. Бұл көрсетуге арналған тек. Қалғандарын өзіңіз мына список арқылы қарасаңыз болады. Тоже мынандай түрлері бар. Бұларда тоже осындай қызмет атқарады, бірақ
басқаша уже программа скачать етесіз через cmd арқылы деген сияқты.